Баршаңызға сәлем. Бүгін өте дәмді, өте ерекше, адамның денсаулығына пайдалы спаржа салатын жасаймыз. Бізде осындай спаржамыз біздің қатты болады. Сол үшін біз спаржамызды осылай бөліктерге бөліп, үстінен қайнап тұрған суды құйып, бетін жауып, жарты сағатқа қоятын боламыз. Сол уақытта біздің спаржамыз дайын болып тұрады. Спаржамыз дайын болғанша салатымызды дайындаймыз. Сәбізімізді осындай ұзын теркадан өткізіп аламыз. Капустамызды да ұзынша бөліктерге бөліп турап аласыздар. Капустаның орнына редька пайдалансаңыздар да болады. Үстінен жарты шай қасық тұз салып, екеуін араластырып қоямыз. Спаржамызды судан алып, осындай үлкен бөліктерге бөліп қосасыздар. Үстінен укропымызды қосамыз. Укроптың қасына петрушка қоссаңыздар да одан сайын дәмді болады. Үстінен майда теркадан өткізіп, чесногымызды қосамыз. Осы уақытта 50 грамдай сұйық майды газге қоясыздар. Қазір қатты қызған уақытта оны үстіне қосамыз. Араластырып жіберіп, дәмдеуіштерімізді қосатын боламыз. Менде паприка, қызыл бұрыш, қара бұрыш, кинза және кристаллит бар. Барлығын қосып, үстінен жарты қасық уксус және жаңағы қызған майымызды қосып, жақсылап тұрып салатымызды араластырамыз. Араласқан соң 15-20 минутқа салатымызды қоямыз. Енді дайын салатымызды тарелкамызға салатын боламыз. Тарелкамызға осылай үйіп-үйіп, үстін баспай, әдемілеп саласыздар. Спаржа салаты өте дәмді, өте ерекше, адамның денсаулығына өте пайдалы, қан тамырларын кеңейтіп, қан қысымын төмендетіп, және де адамның қанын тазартады. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің арнама жазылмаған болсаңыз, егер мені көріп отырсаңыз, менің арнама жазылуды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта ерекше рецепттермен бөлісетін боламын. Енді қызанақтың біреуін алып, ішіндегі бөлігін алып тастап, сыртқы қабатын осылай жіңішкелеп турап, спаржамыздың үстінен салып әдемілейтін боламыз. Толық рецепті төменге описание бөліміне жазатын боламын. Сол жерден қарап өтсеңіздер болады. Бұл салатты холодильникте, морозильникте сақтауға болады. Өте дәмді, өте ерекше, өзіме қатты ұнады. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Сіздер де жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Менімен бірге болыңыздар. Ас болсын.